Әдеттегідей біздің бір күніміз кәдімгідей садиктен басталды. Таңертең сол әдеттегідей 9:30-да үйімізде тағалып тұрған 2-3 үйден кейін тағалып тұрған садикке солай 9:30-да апарамыз. Бізде әдет болып кеткен. Оған дейін 9-ға дейін балам да тұрмайды, шешесі де тұрмайды дейсің ғой. Сіздер балаларыңызды таңертең садикке нешеде апарасыздар? Солай қызым да біліп алған ғой, садикке бара жатқанымды, садикке апаратқанымды, еще кешкісін алып кететінді кетіп баратсам уже мен біліп уже аңдып жүреді ғой, мені еріп жүреді ғой. Солай шешесінің қызы үйде, сөйтіп үйде не істерімізді білмей отырсақ, сөйтіп күйеуім жұмыстан келіп мен бір затты апарып тастаймын, алып кетуге келдім дейді. Ойбай, қайтып келесің бе үйге? Иә, қайтып келемін дейді. Құрсын деп артына еріп шыққанбыз ғой. Солай құр бармай қайтар кезде кепсейіп үйге тыңқиып келдік та, сөйтіп күн бұзылып кетті. Бүгін Алматыда ауа райы деген жаңбырлы болып, свет өшіп, сондай жағдай болды. Светтің өшкеніне қарамай, главное газ қосылып тұр ғой деп газге тамағымды пісірдім. Біздің бәрімізде проблема ғой. Кешке не тамақ істеймін, әйтеуір етті шығырып бастай береміз, әйтеуір бірдеңе сала қоямыз деп ше. Ана Тұрсынбек айтпақшы, әйтеуір не істеп жатқанын білмейді, әйтеуір картопты шығырып жатыр, морковты шығырып жатыр, бірдеңе істей салам деп атайды деп. Сол сияқты білмеймін, әйтеуір етін пісіріп салып қойдық бұрында. Күйеуім айтады ғой, бірлетінде дейді. Енді сол кезде ал ойбай, алғаш болып келін болып түскен кезде неше түрлі тамақ жейтін еді, қазір олар жоқ деген сияқты. Ол кезде бұл үйдің менуін білмейсің ғой, не тамақ жейтін, сосын әртүрлі тамақ істейсің ғой. Енді қазір кімнің не жейтін, кімнің не жемейтінін білесің, сосын істейтін тамағын істеп, істемейтінін істемейсің ғой. Мына жерде күлкім келіп кетті ғой. Енді кешкісін солай әдеттегідей біздің отбасымызбен бір кешкі биіміз бар, оны кейіргізе түсірмеймін ғой сіздерге. Негізі мен көп қызықтың бәрін инстаграмға салам, сондықтан менің инстаграмға өтіп алыңыздар деп күнде айтамын ғой сіздерге. Сосын қыздар, саусақтарыңызды басып, лайктарыңызды баса, сол қиын ба? Лайктарыңызды басып басаңыздар, бұрын мұғалімдерге ренжитін едік, қаламның ұшы ғой, бесті қоя салмай ма деген сияқты. Сол сияқты лайкты баса салыңыздар, лүпілдеріңізді басып, комментарийларыңызды жазып, жақсы пікірлеріңізді қалдырып, мені мәз қылып қуандырып қойыңыздаршы. Сосын сіздің көбіңізді мазалайтын сұрақтар, сен өзі вес тастап жатсың ба, тастап жатқан жоқсың ба, қосып жатсың ба, қоспай жатсың ба деген сияқты көбіңізді мазалайды екен қыздар. Мен сіздерге білінбесе де менің өзіме білінеді, артық весті тастап жатқаным, өзімнен лишний нелер кетіп жатқаны өзіме ғана сезіліп жатыр. Сосын қыздар, қолдағы майды кетіру үшін мен отырып жасап жатырмын ғой полотенцамен әрі-бері. Ол егерде жасайтын болсаңыздар, сол жаттығуды жасаңыздар, бұлшық еттегі майларды кетіруіне жақсы әсерін беретін жаттығулардың бірі. Солай мен сіздерге енді ертең болмаса, ертең мен уже болмайды, уже ертең сіздерге дәлелдеп көрсетпесем, ертең барып весе әкеліп сіздерге конкретный весімді көрсетіп, мынандай тастадым деп айтпасам, сіздер де сенбейсіздер, мен де сенбей қалам, что-то сіздер айтқасын. Алдында весе білмеймін, маған бір весе алу бұйырмады. Үйде бір весем бар да, андай зат товар өлшейтін, соған өлшем қоямын ғой. Мен өзім ғана көріп жүрмін да ол весімнің қанша екенімді. Солай қыздар, бүгінгі күніміз осылай жаттығумен, әдеттегідей жаттығу жасаумен аяқталады. Солай қыздар, жасамай жүрген жаттығуды енді жасаймын деп жай қарап отыра бермей, жаттығуды жасап, денелеріңізді көтеріп, өздеріңізді жақсы көріңіздер. Давайте пока. Маған лайк басып, пікір қалдыруды ұмытпаңыздаршы. Өтініш. Всем пока-пока.